Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Алматы облысы Ұйғыр ауданы Сүмбе ауылы Жаңасай негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Әбдірешева Назгүл Нүсіпәлиевамын. Балалар, бүгін сіздермен 2-ші сыныптар бойынша әдебиеттік оқу пәнінен Мұзафар Әлімбаевтың «Кім жомарт, не жомарт» өлеңін өтеміз. Оқу мақсаттары: өз ойы мен сезімін тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізу, сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу. Балалар, бұл суретте Мұзафар Әлімбаев қазақтың халық жазушысы. Мұзафар Әлімбаев Қазақстанның халық жазушысы. 1923 жылы Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды ауылында дүниеге келген. Әлімбаев балалар әдебиетіне ерекше еңбек сіңіріп келген. Оны Балдәурен, Шіркін балалық, Ақсерек пен Көксерек тағы басқа сондай кітаптары оқырмандар қауымына кеңінен танымал. Әлімбаев дүние жүзіндегі 70 елдің мақал-мәтелін жинап, оларды ана тілімізге аударған. Мұзафар Әлімбаев халық жазушысы, балалар ақыны, публицист, майталман аудармашы, зерттеуші ақын. Жерім жомарт, азаматты асыраған. Ей перзентім, сен жомарт, адамдар сияқты, халқыңа қызмет етуді ұнатасың. Әуелі жомарттықтың не екенін біл. Жомарттықтың негізгі 3 нәрседен тұрады. Бірі, айтқан сөзіңді қалтықсыз орындау. Екіншісі, туралыққа, әділеттікке нұқсан келтірмеу. Үшіншісі, қайырымдылықты естен шығармау. Хауыснамеден. Балалар, осы мәтін бойынша бірінші тапсырмада жомарттық деген не? Жомарт адам уәдесінде тұрады, әділ, қайырымды болады. Хауыснама деген не? Оны кім жазды? Екінші тапсырма: мына мақалды қалай түсінеміз? Қане жауап беріп көрелік. Сараң адам бай болып тұрса да, дүниесін ешкімге қимайды екен. Ал жомарт өзі кедей болса да, үйіне келген қонағына барын алдына қойып, риза қылып жібереді екен. Балалар, бай адамдар байи берсем дейді. Олар артық дүниесін шығарғысы келмейді екен. Ал кедей адамдар келген қонағым разы болса екен дейді. Кім жомарт, не жомарт өлеңін оқимыз. Кім жомарт? Батыр жомарт. Халық үшін жанын берген кім жомарт? Ұстаз жомарт. Бар балаға тәлім берген. Не жомарт? Жер жомарт. Адамзатты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт. Жерге нұры шашыраған. Балалар, қазір осы өлеңді өздерің бір қатар тізбектеп оқып шығыңдар. Батырды неліктен жомарт дейміз? Халық үшін жанын бергендіктен. Ұстазды неліктен жомарт дейміз? Бар балаға тәлім берген үшін. Жерді неліктен жомарт дейміз? Адамзатты асыраған үшін. Күнді неліктен жомарт дейміз? Жерге нұры шашыраған үшін. Балалар, енді бүгінгі өткен сабағымызға қорытынды жасаймыз. Кім жомарт, не жомарт сөзіндегі кім, не сұрақтары қай сөз табына қойылады? Зат есімнің ережесін еске түсірейік. Өлеңге ақын кімдерді және нелерді жомарт дейді? Осы сұрақтарға өз беттерінше жауап беріп, өлеңді жалғастырып көріңдер. Үйге тапсырма: өлеңді жаттап келу. Жомарттық туралы хауыснамадан берілген үзіндіні жаттап келу. Бүгінгі қашықтан оқыту сабағымыз осымен аяқталды.